Стресстен олым ишғал етілген Қырымда Русия ишғалжелерінің кечерген невбеттеке махсус әмелиятының нәтижесідір. Видео кашканын тутуп алына жағы вақтында Қырымда милли әрекетінің ветераны ұзыны ярамы ис етті. Хастаханеде вефат етті. 82 яшында қадыны ФСБ қабаржылық алақасы олғанында қабатлады. Бұны Қырым ақиқат агентлігі білдірі. Бүгін есе Қырымда Кения тынтувлер далғасы уюз берді. Русия құветшілері шу жүмледен сувуқ сала Бахчисарайве Султан салада яшаған Қырым татар фаалерінің евлеріне сұрып кірді. Ақмесжетті есе бір қач инсанны қавиханеде тұтып алдылар. Тақиқатшыларының дегені кебі олар сан кедерсін Түркия ватандашындан $7,000 зорлап талап етеді. Суйқасчылар арасында Виджия Кашканын да ады кечті. Айны вақытта Қырымда тарфалерінің яқылав ішлерінде янылған Түркия ватандаша қында мәлімат пейда олды. Журналистлерінің мәліматына бинаен Юсуф Айтан бір қач инсанға пара боржилы ола. Оларның арасында Виджия Кашка. Шымдылік тынтувлер девам ете. Бекир аға проводится обыск. Бекир аға да айны вақытта Казим аға Аметовның евінде шымды тінтув кечерілі. Ичереде не олғаны белгісіздір. Ама бүгін феврален 26-сы бойынча топлашу олмалы. Ве бұ екі инсан шутыт бірде болынмақ керек. Не давали никому выйти из... Кімсеге евден чықмаға изін бермейділер. Sonra одадан юрмеге башладылар. Ноутбук, компьютер Бекирінің весиқаларыны, Украин, Русия ве четел паспортларыны тұтып алдылар. Менде Киевде басылған февраль 26-сы ақындаки китапны таптылар, оны да мусадире еттілер.